Sizlerге tanıştırып отырмын Мәдекеге. Елдің бәрі өте асығып отыр. Баяндамасы Қуанышбекке сөз. Содан бір секунд айтсам. Содан менде екінші арман сол болды. Мен осы жететін шығармын. Сол Жапондағы еліне барамын. Ұлытауды мен көтерермін деген өзіме өзім ішімнен сондай ант беремін. Потому что екеуі жылап тұрып айтқан. Екі ақсақал. Мен ойладым, осы Ұлытауды жылап тұрып айтқандар бар. Даже мен анада тауып алдым, мынандай сәлемді. Жиналғанда мынандай мен жазбаған, мен ұмытып кеткен нәрсе. Бұл көп, мынандай сөздер бар екен, бұрынғының сыны дейді. Мынаны ұмытпаңдар. Ақсақалдың сөзін айтады екен Ұлытауда. Сонда Ұлытауда барғанда сұрайтыны, Тәңірден сұрайтыны, бізге бірлік керек, ынтымақ керек деп сұрайды екен Тәңірден. Басқа сұрап бұл. Өлеңдер бүйтіп айтады екен маған. Ақсақалды мақтаймын, бұзылған елді септесе, азамат деп мақтаймын, уәде серттен кетпесе, қыз бала деп мақтаймын, ар ұятын төкпесе, батыр деп соны мақтаймын, жанындағы жолдасын жауға тастап кетпесе, бай мырза деп мақтаймын, жетім жесір жарылға ат азығын көп десе, беден асқан сауын жоқ, сауғамда кісі теппесе, осы бір шумақтың бір несі менде қалыпқан баяғыда, соны әне тауып, осын тауып алып, соны алмай келдім жағы. Ордан неді тоқы бірақ сұрақ болған Тәңірден сұрайды екен, ынтымақ бірлік деп. Айғайлап тұрып кеше алғы Қабанбай сонан сөйтіп айғайлайды екен. Сонан шалдар айтып тұрған. Сондай мен тірі болса мен бәрі соны қаламын. Соны тас туралы айтқан. Тас әулиелігі соншалықты тастан взрывать еткен. Взрывать еткен тасын дымқылмы құрықпын. Жоқ, ол екі-ақ бөлінеді де, бір ана бабаларының таңбасын құшағын алып, екі жатып алды. Таңбаны басып. Баста бір дегендей. Таңбаны бір басып алған. Басып жаттан құлаған өз тас. Әге шалқасынан түссе, таңбасымызды таңбы жойып кетеді бұл. Қанша уақыт өткен. Сонда Хрущев пен Юсупов взрывать еткен ғой. Специально, елу жетінші жыл. Специально, экспедиция жіберген. Сол таңбалы тасты взрывать ету үшін. Көрдіңіз бе? Ана елдің баласы. Содан жаңағы мен Қуаныш келе қалды да, Қуаныш қарасам, Қуаныш өткен жігіт көрінеді. Мен Қуаныш сен қолынан келеді қарағым. Қанша керек ақшамды мен тауып берейін, сен сол бардан тасты тап. Бір ай жүресің бе, бір жүресің сол тасты табаласың, аға табалам деді. Жолың болсын деп, жолына күтір аспадым. Десім сол Қуаныш кетті, ешкім айтқан жоқпын. Мен айттым, 25 майда барады Қуаныш дедім да, 5 майда. Ешкім білмесіне 5 майда Қуаныш барды. 15-інде келді, бала ақтаман деп сөйледі. Бардың да ма? Жоқ әлі бардың жоқ. Келгенге бір ақ айтты. Барып көрдім Қуаныш. Жақсы. Ал осы майда. Кім әдекте?